Казатомпром бойынша жаңалық. Үндістанмен ірі келісімшарт туралы ақпарат бар. Келісімшарт әлі қабылданған жоқ. Бірақ 7 сәуірге акционерлердің кезектен тыс жиналысы жарияланды. Не себепті? Өйткені Казатомпромның активтерінің 50%-нан бұл жоба келісімшарт сондай үлкен көлемде 50%-нан асып кетеді. Күн тәртібінде не болады? Ол жерде Үндістанның атом энергиясы департаментінің сатып алу және материалдық қорлар басқармасына табиғи уран концентратын U қанша 308 дейді. U ма? Точно білмеймін енді. U деп тұрады. U 308 дейді. Сондай концентрантты уранды тасымалдау үшін келісімшарт жүзеге асырады дейді. Бірақ келісімшарттың ішіндегі көлемі, бағасы, жеткізу кестесін әлі компания жария еткен жоқ. Сіздермен U30 деген, U308 деген қандай не екен тоқтала кетейік. Ол табиғи уран кен орнынан қазып алынғаннан кейін арнайы өңдеуден байытылады, яғни қоспалардан тазартылады деген сөз. Сол қоспаларды тазарту нәтижесінде U308 ұнтағы пайда болады. Оның түсіне байланысты халықаралық деңгейде yellow cake дейді. Былайша айтқанда сары пирог дейміз ба, сары кекс дейміз ба, прямой переводы сондай. Соны қарап отырсаңыздар болады. Енді ол қалай бағаға әсер ететін, енді 7 сәуірге дейін біраз уақыт бар. Енді кім біледі? Бір жылдың ішінде баға 20-дан 40-қа жетті. Бір жылдың ішінде 2 есе өсті. Мүмкін инвесторларға бұл жаңалық ұнаса, онда жаңалық ұнаса, онда график кетеді жоғары қарай былай. Мысалы, Каспийдағыдай ол жаңалық инвесторларға онша қызық емес болса, онда сол көлемде өйстіп былай қалады, бір түсіп, бір төмен көтеріліп деген ойдамыз. Бірақ баға қатты түспейді әрине, коррекция болатын болса да. Енді көктемдік дивиденд келе жатыр. Ол кезде де көре жатармыз. Енді нақты қалай баға әсер ететін біз енді 100% болжап айтамаймыз. Бірақ кімде осы акция бар, Казатомпромның, кімде ұзақ мерзімді стратегия, мен 3 жыл, 5 жыл сатпайын дейтін болсаңыздар, онда сіздерге бұл жақсы жаңалық. Ұзақ мерзімде ұстайтын болсаңыздар, әрине бағасы жоғары көтерілсе, жақсы бағаны фиксация